Қандай ас жесеңіз, негізінде сіз солсыз. Күнделікті адал ас ішіп жүрген адам, адал ас тауып жүрген адам, мейлі ол грузчик болсын, құрылысшы болсын, есіктің алдын сыпырып жүрген кісі болсын, машина жуып жүрген адам болсын, бұл маңызды емес ешқайсысы. Ешқайсысы маңызды емес. Маңыздысы сенің адалдан ас тапқандығың. Және бала-шағаңа адал ас тауып бергендігің. Адал ас жеп өскен бала тақуа болады. Сізге пайдасы тиетін, сіздің айтқаныңызды тыңдайтын бала болады. Ол адамда қанағат деген болады. Құдайдан қорқу деген болады, тақуалық деген болады. Қазіргі біздің Қазақстанда әке-шешелерін балалар тыңдамайды. Сұрақ неге? Ойланып көрдіңіз бе? Байдың балалары мысалы әке-шешесі кен қылып жатыр ма байлықтан? Жоқ, қалаған әперіп жатыр. Сол бала ит болып айтқанын тыңдамайды. Сұрақ неге? Жауап біреу-ақ. Сен бұған адалынан ас жегізбегенсің. Жауап